Оқушы дәптерге кез келген екі таңбалы санды жазды. Бұл санның цифрларының қосындысының 6-ға тең болу ықтималдылығы неге тең? Бізде екі таңбалы сандар 10-нан бастап 10, 11, ары қарай кете береді. 98, 99. Осы аралықта бізде 92 таңбалы сандар бар. Ал бізде сұрақ тұр, екеуінің қосындысы, екі санның қосындысы 6 болады. Мысалға алатын болсақ, 15, 24, 15 деп алып жатқанымыз, 1-ге 5-ті қоссақ 6, 2-ге 4-ті қоссақ 6 деген сияқты. 33, 42, 51, 60. Келісесіздер ме? Міне, екеуінің қосындысы 6, екеуінің қосындысы 6, екі санның қосындысы 6, екі санның қосындысы 6, екі санның қосындысы 6, екі санның қосындысы 6 деген. Жалпы бізде қанша сан бар? 90 саннан 10, мына жерде қарасаңыздар, 6 сан бар. Ал 90 мен 6 қысқарады ма? Қысқарады, яғни 6-ға қысқарса 6-ға 1-ден, 90-ға 15-тен. 15 саннан бір сан шығу ықтималдылығы осылай табады.